Biz bugün Ulағатты ұстаздар жанұясы Назарбек Абат ағайымыздың отбасында сұхбат жүргізетін боламыз. Зиялы отбасының зерделі сұхбатын бірге тамашалайық. Ассалаумағалейкум. Қайрат жөнке. Жыр сыйлаған, нұр сыйлаған тірлікке, қастерледік, қадіріңді білдік те. Құтты болсын бүгінгі біздің кездесу, жұмылдырған бәрімізді ынтымақпен бірлікке. Әрдайым біздің қазақ халқы қашанда өзінің берекесімен бірлігін, ынтымағын айтып жүретін халық емес пе? Бүгінгі сұхбатымызда бірлігі жарасқан, ынтымағымен бірлігі ұйысқан, әрқашан өз дастарханынан ырыс құты кетпеген зиялылар отбасы, яғни педагогтар жанұясы Назарбековтер әулетіне келдік. Бүгінгі сұхбатымызда өнердің алды қызыл тіл дегендей халқымыздың ежелден сақталып келе жатқан шешендік сөздеріне арнайтын боламыз. Расында да бүгінгі халқымызда небір тілдің майын тамызып, сөздің бұлағын ағызған шешен би бабаларымыз болып өткен. Бүгінгі тақырыбымыз да сол шешендік сөздерге арналады. Мінекей құрметті Абат ағай, бүгін сіздің отбасыңызға халқымыздың шұрайлы сөздері, шешендік сөздер жайында сұхбат өргізуге келіп отырмыз. Расында да сіздің осындай би бабаларымыздың ұтқыр ойларыменен керемет шешендік сөздерін бүгінде жатқа біліп, соны кейінгі ұрпаққа насихаттап жүрген жандардың ретінде сізді танимыз. Енді осы орайда алдыменен бүгінгі жастарға үлгі өнеге болсын деп, Мөңке бидің айтқан болжамдарынан бастап беріңіз. Рахмет, Қайрат балам. Енді бірде Мөңке биге қасындағы көпшілік сізді көп нәрсені болжап білесіз, көрген түйгеніңіз көп, алдағы заман туралы болжамыңыз қандай деп сұрапты дейді. Сондағы Мөңке бидің айтқаны дейді: адамның жақсысы кетіп жаманы қалады, әулиенің әруағы кетіп мазары қалады, сөздің шындығы кетіп жалғаны қалады, сөйтіп жебірлер мен жемқорлардың заманы болады, жастарға беделі жүрмейтін қарысы болады, халықтың ақысын жейтін басшысы болады, ертеңге сенбейтін күнің болады, бетіңнен ала түсер інің болады, алашуар тілің болады, дүдәмалдау дінің болады, қиналғанда шапағаты жоқ жақының болады, ит пен мысықтай ырылдасқан еркек пен қатыны болады, қатын құтырып би болады, еркек жасып үй болады, бармақтай зат тауды жығады, суқит суайт молдалар шығады, құрамалы қорғанды үйің болады, төрелік айталмайтын биің болады, халыққа бір тиын пайдасы жоқ, ай сайын бас қосқан жиын болады, айтқанға құлақ салмайтын ежірей деген ұлың болады, ақыл айтсаң ауырып қалатын безірей деген қызың болады, алдыңнан кес-кестеп өтетін кекірей деген келінің болады, еркегі қазаншы болады, әйелі базаршы болады, тапқанын олжа дейді, әлхам білгенді молда дейді, ашшыны ашшы демейді, сағынып тамақ жемейді, ішкені ашшы су болады, берсең ит ішпейді, сонда да оған құмар болады. Кері заман кезінде адамдар бір-біріне өсімсіз қарыз бермейді, шақырмаса көрші көршіге кірмейді, әйел жесір болады, әдесе мәдейтін кесір болады, бас қосылған жерлерде әйел жағы дем болады, жақсы жаман айтса да өзінікі жөн болады, атаңның ас емес, балаңның той емес, күн сайын жиын болады. Әйел отбасының шамшырағы, шаңырақтың ұйытқысы деп жатады дана халқымыз. Бүгінде отбасының мерекесі мен берекесін асырып жүрген ұлағатты ұстаз ардагер анамыз Роза апайымызға сөз кезегін болсақ, Роза апай, осы орайда өзіңіздің отбасы мүшелеріңізбен таныстырып өтсеңіз. Қайрат балам, міне
Бүгін сұхбат алып біздің жанұямызға келіп жатырсың. Көп рахмет. Өмір жасың ұзақ болсын, денің сау болсын. Сенің де семьяңа бақыт тілеймін. Балдарыңның қызығын көріп, күліп ойнап жүре бер. Мен жанұямның балдарыммен таныстырсам, үлкен қызым Жаннұр Шымкент қаласында. Одан кейінгі балам Мұрат, келінім Рауза, кішкентай қызым Гүлжазира. Бұл үшеуі де өзіміздің жолымызды қуып, тәлім-тәрбие саласында жұмыс істейді. Жақсы, Аллаға шүкір. Үшеуінен немерелерім бар. Қазіргі таңда немерелерімізге қарап, зейнетақымызды алып үйде отырған жайымыз бар. Рахмет, сыйлап келіп, сұхбат алып жатқаның үшін рахмет, Қайрат балам. Бірде әсет би абыз ақсақалға барып сәлем беріп, қасында болып қайтар кезінде абыз аға бізге абыз ағам айтып еді деп айта жүретін сөз қалдырыңыз депті. Сондағы абыз ақсақалдың айтқаны: ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің, ағайынның қадірін жалалы болғанда білесің, балалықтың қадірін саналы болғанда білесің, асыл менен жасықты бағалы болғанда білесің, бостандықтың қадірін жабылғанда білесің, қалтаңдағы ақшаны қағылғанда білесің, денсаулықтың қадірін ауырғанда білесің, ажарыңның қадірін сөл кеткенде білесің, қос білектің қадірін әл кеткенде білесің, қара көздің қадірін нұр кеткенде білесің, 25-тің қадірін жас өткенде білесің, дәулетіңнің қадірін мал кеткенде білесің, тіршіліктің қадірін жан кеткенде білесің, татулықтың қадірін дос кеткенде білесің, жақсы әйел қадірін өлеріңде білесің, жақсы туыс қадірін көмерінде білесің, аяқ қолдың қадірін ақсағанда білесің, отыз тістің қадірін қақсағанда білесің, қызыл тілдің қадірін тоқтағанда білесің, білгеніңді айтып қал, білгендерден ғибарат ал деген екен. Төребай би, Тұрымбет билерінің айтқанына қысқаша тоқтала кетсек: өмір деген шоп-шалақ, ойласаңдар ой қалып, біреу жарлы, біреу бай, өткен жоқ ешкім бір қалып, бақытты біреу бақытсыз, жүрмін деме құр қалып, қайыршыда күн көрген мойынға ала дорбалып, әуелден жанды жаратты, бір-біріне дос етіп, дұшпанды қылма ұрланып, аз өмірдің ішінде болмашыға таласып, ретсіз етпе қызбалып, пендеге нелер кездеспейді, көргеніңнің бәріне еткенің мақұл ырзалық, небір жандар өтті ғой, артында нұсқа сөз қалып, еліңе болса сенімің жүресің күндей нұрланып, көп құдайдың бір аты сыртыңнан сынап жүр қалып, қызмет ет халқыңа әл келгенше тырбанып, соңына еріп жастықтың басқаға ойды бұрмалып, билік тисе қолыңа үстемдік етпе сұрланып, отыратын жандар бар басқаның бағын қызғанып, маңайға жан жолайма отырсаңдар сызданып, шөлдететін мезгілсіз жемейіп көнсең тұз балық, қайда қадам бассаң да шықпасын естен тәубалық, еркің бар етем десеңдер атым тайдай мырзалық, елеме елдің өсиетін жүргендер көп сөніп бір жанып, жамандық жанға ойлама, жамандық етсең үлестен жүрерсіңдер құр қалып, бастағы бақсаң бақытты, құрметпен қарап ел жұртың сыртыңнан жүрер қуанып, мына аз күн ғұмырда сыйласы өтші жалғаннан, атанбай жұртқа сөз арық, ер жеткізді атана, жүрмейік ойсыз бейпарық, әркім кетіп басына халықтың ғұрпын бұзбалық, келе алмайсың дүниеге қайта айналып оралып, уақытымыз біткенде көрге түсіп құмғеніп жатамыз сонда тарих. Кешегі би шешендердің сөздері халықтың тәлім-тәрбие құралы. Ал енді қазақтың бояуы қанып, бейнелі шебер тілмен келтірген шұрайлы сөздерінен тағы да келтіре өтсек, енді Шығырай Саққұлақ шешенің, сонымен бірге танымал белгілі Ескелді би және де Жанқұтты шешеннің қартайған шағында айтқандарынан Абатағай айтып өтсеңіз. Енді Жанқұтты шешеннің қартайған шағында айтқаны: бір сөз айтсаң жақсыға аталы сөзге тоқтайды, бір сөз айтсаң жаманға мәнісін оның ұқпайды, шешеннен қалған асыл сөз қап түбінде жатпайды,
Надандықтың белгісі өзін өзі мақтайды, көкірегі соқырға жөн айтқан мен жақпайды, өзінікін мақұлдап өзгелерді даттайды. Кез болсаңыз су айтқа өтірік айтып нандырар, өсекшімен бір болсаң ұрмай соқпай талдырар, жолдас болсаң сараңмен жол үстінде қалдырар, жаман болса достарың өзіңді жауға алдырар. Тон бітпеске тон бітсе қағу менен тоздырар, жаман болса алғаны ер жігітті аздырар, жақсы менен тілдессең құмарыңды қандырар, жаман менен сөйлессең кеуіліңді қалдырар. Батасыз ел жарымас деп жатады дана халқымыз. Ендеше бүгінгі жастарымызға Абат ағай өзіңіздің жақсы бір батаңызды берсеңіз. Аумин. Бата десең біздерге, берсін Құдай сіздерге, қыдыр қияласын, періште ұяласын, бақ берсін, бас берсін, өмірлеріңе ұзақ жас берсін, кетпес ырыс кең пейіл берсін, жарылқағанға жалғас қылсын, қарғағаннан қалас қылсын, бейнетін ақ қылсын, мұратын асыл қылсын, ырыстарың тасып тұрсын, абыройың асып тұрсын, достарың басым жүрсін, дұшпандарың қашып жүрсін. Ай тәңірің іркілмесін, күн тәңірің күрсінбесін, су тәңірің безінбесін, от тәңірің көзілмесін. Өркенді болыңдар, өмірлі болыңдар, жүздерің жарқын болып, талаптарың оң болып, әрдайым осындай көңілді болыңдар. Ағын судың өлгені, алтай қыста қатқаны, асқар таудың өлгені, басын бұлттың жапқаны. Ай мен күннің өлгені, еңкейіп барып батқаны, қара жердің өлгені, қарасында жатқаны. Дүниеде не өлмейді, ғалымның қат өлмейді, жақсының ат өлмейді, деп Жиренше шешен айтып еді бір кезде. Кешегі ақын шешен бей болған бабаларымыздың мұрасын насихаттау, бүгінгі ұрпаққа жеткізу сізбен біздің парызымыз. Ендеше келесі жексенбіде жүздескенше аман сау болыңыздар.